жарасады, ай көркі биіктетер аласаны. Болмаса сұлу қыз ару әйел, табысып еркімдермен жарасады. Өрімтал көркем сұлу мүсін. Келдіңіздер. Ақбота тобының аналар мектебінің бүгінгі өткізілетін іс-шарамыз ұлттық нақыштағы киім үлгілерін дәріптеу. Анасы сәлемдер дана халқым, өмір бойы сыйлап өскен ата салтын деп баршаңызға сәлем бердім. Дендеріңіз сау, жүздеріңіз жарқын болсын. Өзімді таныстырып өтетін болсам, мен ортаңғы Ақбота тобының Жұмай Сафинұрдың анасы, есімім Салтанат, тегім Тәңірберген. Үстіміздегі бүгінгі сайысқа келіп, үстіміздегі киімдерді таныстыра өтетін болсақ, жалпы қазақ халқы ұлттық киімдерімізге сәлеметсіздер ме? Біздің үстімізде қазақтың ұлттық киімі. Қазақ әйелдерінің ұлттық киімі негізінен көйлек, кимешек, жаулық, сәукеле, тақия, казак-киізден тұрады. Менің баламның үстіндегі жакетте қошқар мүйізі бейнеленген. Қошқар мүйіз дегеніміз қошқар мүйіз түрінде жасалған ою-өрнек. Ол әрбір ауыл тұрғыны көздеген амандық пен саулықтың белгісі болып табылады. Армысыздар құрметті 118-ші балабақша меңгерушілері мен тәрбиешілері. Бүгінгі аналар мектебінің сайысына Ақбота тобының бүлдіршіні Серікбай Каусар Аманқызы мен Айсұлу Рысбекқызы алдарыңызға келіп отыр. Каусар қызым алтыным, сен туғанда қуанып, ана жүрегім толқыды. Бал тіліммен балдырлап, шаңыраққа шаттық боп, еркеледің шалқыдың. Баршаларыңызға қайырлы күн. Ұлттық нақыштағы мына көйлек қағаз бен фоамиранан жасалған. Көйлектің негізгі ретінде негізгі көйлек пен көйлек асты белдемші қолдан алды. Көйлекті безендіруге мен зомбордық ойларды, яғни жануарлар ілімін бейнелейтін ойларды таңдадым. Өйткені көшпенділер осындай ойлардың жамандықтан қорғайтын тұмардай қасиеті бар деп сенген. Құрметті Ақбота тобының ата-аналары, аналар мектебі аясында өтіп жатқан ұлттық нақыштағы киім үлгілері сайысына белсенді қатысқандарыңыз үшін сіздерге мың алғыс.
біздің балаларымызға, өскелең ұрпаққа ұлттық киіміміздің тарихы бай, мәдени мұра екенін ұлттық салт дәстүрлерімізді, киімдерімізді дәріптеп айтып жүріңіздер. Сен қазақтың қызысың, жібек